Сәлем достар, мен Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол ауылы Ердек Соқпақбаев атындағы орта мектеп гимназиясының 5-ші сынып оқушысы Дәулетжан Лашынмын. Мен сізге ерекше мазмұнды кітаптардың бірі Флоренцияда дүниеге келген итальяндық жазушы және журналист Карло Калладидің Пиноккио ертегісін оқуға кеңес берер едім. Кітап 1880 жылы жарық көрген. Кітаптың басты кейіпкерлері ағаш бала Пиноккио, ағаш шебер Геппетто, мейірімді фея. Оқиға ағаш шебердің баланы ағаштан жасап, оған жан бітіп, өте көңілді, шол жанбай баланың өз көзімен бәрін көріп білгісі келіп, үйден қашып кетуінен басталады. Кітапты оқи отырып мен сиқырлы қиял ғажайып ертегілер әлеміне саяхат жасадым. Бұл кітап ағаш баланың қалай жақсы балаға, нағыз адамға айналу жолындағы қызықтары мен қиындықтары жайлы қызықты шығармалардың бірі. Ағаш шебер Геппетто, мейірімді фея, сынды өмірімізде бізге кеңес айтып, өзінің өмірлік тәжірибелерімен бөлісетін жанашыр жақындарымыздың сөздерін елемейтініміз өкінішті. Кітапты оқи отырып, мен бойымда жақсы адамгершілік қасиеттерді қалыптастырдым. Алдыма мақсат қойып, сол мақсатқа жету жолында көп еңбектенуді, әрдайым үлкендерді сыйлап, құрметтеу керек екенін үйрендім. Кез келген қиындықты білімнің күшімен жеңуге болатынын түсіндім. Кітап адамзат баласының баға жетпес асыл құндылығы, білім мен мәдениеттік белестері жетелейтін тәрбие құралы. Шұғыш ойшылы Науаи. Кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына десе, Абай атамыз танымның бар тамшысы кітапта. Оған қол жеткізу үшін кітап оқудан жалықпа. Артық ғылым кітапты ерінбе, оқып көру керек насихаттайды. Пиноккио Калладидің атын әлемге әйгілі етті. Сіздерді әлемнің 260 тілінен аударылған кітапты оқуға кеңес беремін.